Сейчас компьютер будет перезагружен. После этого начнется этап проверки, очистки и ускорения работы. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bugun meni Huawei USP-ga артына скин жапсыратын боламыз. Және скинді мынандай жұқа скиндерді керриер арқылы қалай жапсыру керектігін көрсететін боламыз. Қараңыздар. Керриерді аламыз. Керриердің бір беті жабысқақ болады. Осы жабысқақ бетіне скинді аламыз. Реттеп қоямыз. Оны слап үстін тасаламыз. Сонымен керриерге қойдық өзіміздің скинімізді. Бұл керриер не үшін керек? Керриер осындай жұқа скиндерді кесуге, плоттерді ыңғайлы кесу үшін, және плоттер мысалға нәзік болады да, плоттердің енесін құртуы мүмкін. Мынаны құр өзін салып жіберсек, жиналып қалады. Мына скин деген зат жиналып қалады. Сол жиналып қалмау үшін осы арнайы керриер осы үшін арналған. Осыны пайдаланамыз қазір. Скинді жақсылап, осылай жақсылап орналастырамыз. Керриерге, плоттерге ыңғайлап саламыз. Дұрыстығын көреміз. Мінекей. Енді өзімізге қажетті модельді таңдаймыз. Міне біздің телефонымыздың маркасы. Таңдаймыз. Ne yapmıştım? Skins tamam. Hiçbir Көтересің бана. Установка.
Bir tekis geldi. Vallahi. Nasıl? Şahslap keltiremiz. Buruşların filmin kızdıramiz hazır. Filmin yaxshilab kızdırıp buruşlarını keltirip alamız olsay. Hani köyünge kaptağıştın özü peki indim mesela kamerası koyarız. Samsung A31 idi.
Telefonun var? Ha. Bir mi? Yok koy. Bu kaçırma tutmuyorlar. Bizde 1000 tenge player var, 1000 tenge player, 3 tane player var. Номер білесіздер ма? Номер білесіздер ма? Айтып 707. Aha. Qanday nomer yo'q? Ana, yetmiyor. Noy yeter. Biraz cızıma üç. Жоқ, сонша. Biraz Біледі ма? Номерді. 120. 707 756 98 01. Tamam, şaşırttım. Жарайды, шықпа. 1500 tenge ko'rsatmish. Ол керек. 6100 oldu. Осылар жақсы береді ғой қазір. Yo'q, ол anam firmasida Singan yerini ko'rdingiz mi? Ne buruşu ket kapta. Son yedit sonu. Hı hı. Son yedit. Родной. Родной стекло встречное берген ғой. 9 tenge var demiş. Бұны бізде ауыстыратын аппарат жоқ. Газ Басқа адамдарда нешеге кетті? примерно 10 мыңның плюс-минус қой. Болды ма? Болайын деп жатыр. Қазір күтіп отырмыз. Зарядчик жоқ па сонымен? Қазір бар бар. Қалай сонда ұмытқан дейсің? Так, маркасы S10-тің өзі, иә? Не болды?
360 болса 360 ұрып беремін да. Қоршап тұратынын ше. Артына өт. Сонда ана су өтпейтін жерден ше. Жауып тұр. Ау. Неге саламын? YouTube'ға саламын. Мен осындай жасаймын. Келіңдер деймін да. Билайн интернет бар, интернет бар. А, видишь, Александр, настройкада тұрамыз ондай. Жоқтан істеуімізді миллион. Аха, Алза. Кетіп баратсың ба? Сөзім бар, айтып қойын бір нақса, үші өмірсің деп. Кесел номер ақы қойған ғой. Пустышки бар ғой менде. Ал oldu mu қанша aldın? 146 düştü. Еще анандай 100'дей бар команда. Кеселда. Evet. Nasıl olur? Старый номерлер. Келелер Беймін ғой. Allah Связан. Арасқан деймін. Бағасы сол баяғыдай ғой. Жоқ ей. Сен? Сол. Allah. Қарлыс. Şuradan sonra candan nasıl kurtun? Ancak siz özel çıra. Onlara o zaten bir şeyler çıkıyor. Zaten bu bir şeyler çıkıyor. Siz kullanmışsınız. İyi mi? Solar mı? Tövbesinde еще говорят, есть дыхание надо. А он спит. Al. Он спит. Şuna bak. İyi bir uzatıyor. Nasıl ya? Ура! Установка уже началась. Чтобы драйверы корректно установились, важно не прерывать процесс установки и не отключать питание компьютера. Во время установки я буду подробно объяснять все, что происходит, и подскажу, как решить любые вопросы, если они возникнут. Драйвер ПАК подобрал необходимые драйверы и начал автоматическую установку. Давайте расскажу подробнее. Мы нашли в записи системы устройства драйверы, для которых необходимо обновить. Мы удалим устаревшие и неработающие драйверы, а потом Басып установим кеттім новые. уже. Ассаламу рахматуллахи ва баракат. Құрметті көрермендер, бүгін бізден антиблик пен глянцты салыстыратын боламыз. Міне бірінші антиблик, одан кейін глянцевый бронза пленка жапсырылған телефон тұр. Антиблик күнге шыққанда қандай болады? Міне өздеріңіз көріп тұрғандай екеуі де бірдей тұр, дегенмен мына қара түс. Бұл глянц.
Мында антиблик жапсырылган. Экөөүнө да бирдей түсүп тур жарык менен. Былай салыштырып көрүүгө болот. Былай салыштырып көрүүгө болот. Жарыкты сөндүрсек, экөө бирдей калыпка энет. Яғни үйдүн ішінде осындай болот. Ал сыртқа шыққан кезде осындай көк түске енеді.